Мен алаяқтар телефон соғып, өздерін банк қызметкерімін, тіпті қауіпсіздік қызметкерімін деп таныстырып, құпия деректерді сұрағанда қалай әрекет ету керектігін айтамын. Операцияны растау және қосымша қауіпсіздік үшін банк телефон нөміріңізге коды бар SMS жолдайды. Алаяқтарға жеке кабинетіңізді бұзу үшін осы кодты білу керек. Мәтінде кодты қандай операция үшін жібергені анық жазылған. Бұл операцияны сіз жүргізіп жатырсыз ба, жоқ па? Онда оны басқа адам жүргізіп жатыр. Сонымен, егер банктың SMS-інде кодты ешкімге айтпаңыз деп жазылса, оны шын мәнінде ешкімге, тіпті банктың қауіпсіздік қызметінің қызметкеріне де айтуға болмайды. Бұл қызметкер емес. Банктың нағыз қызметкерлері ешқашан сізден SMS-тің кодын, жеке кабинетіңіздің паролін, DSN кодты сұрамайтын есте сақтаңыз. Егер болмашы ғана күдік болса, тұтқаны қойыңызды, банктың ресми кол орталығына телефон соғыңыз және ақпаратты тексеріңіз. Сақ болыңыз. Есіңізде болсын, сіздің қаржылық қауіпсіздігіңіз өз қолыңызда. Өзіңізге және ақшаңызға сақ болыңыз.